Кейде айтып жатады осы. Дәстүр, дәстүр деп, қазақтың қымыз ішуі де дәстүрдің бір түрі ғой. Піспектен түскен майды көріп, мынау қарадақ не өзі деп шошитын қалалықтар да бар ғой. Мен болсам кішкентай кезімнен сиыр мен биені сауып өстім. Ағамыз екеуміз таң ата тобылғыға баратымыз. Себебі піспекті сол тобылғының ысына ұстайды. Ал енді қазіргі қыздарды көрсем, қымыз бен шұбаттың айырмашылығын да білмейді екен. Біздің үй 4 биені байлаушы еді. Сол кезде менің анам мектепке барып өзінің жұмысын да істеп үлгереді, бізге 5 балаға да қарап үлгереді. Ауылдың бәрі тамсанып біздің үйдің қымызын шетінеді. Осы үйдің қымызы дәмді деп. Сол кезде қатты сағынамын. Үйде отырып қымызын ішіп, әңгімесін айтып, батасын беретін қарияларды сағындым. Нағыз қымыз деген осы. Ауруға ем болатын, сауға қуат беретін, өзіміздің ата-бабамыздан қалған сусын. Осы күні қымыздан да алыстап бара жатқан сияқтымыз. Дәстүрге бет бұруға шақыратыным сондықтан. О, мынаумен ұялмай қымыз мұрындық бер жерге болады екен. Бұрқырайын деп тұр бұйырса. Осы қолым жеңіл менің ұлттық құндылықтарға үндейтінім сондықтан.